Кайрылуу күн студенттер. Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттардың электр жабдығы пәні. Сабақтың тақырыбы изоляторларды таңдау. Сабақтың жоспары. Бірінші изоляторлар, екінші тірек және өтпелі оқшаулағыштар, үшінші изоляторлардың қасиеттері. Изолятор, яғни оқшаулағыш, көп жерде изолятор деп айтылады, бірақ қазақшасы оқшаулағыш. Басқа ортадан бөліп алу, оқшауландыру немесе басқа ортадан бөліп алуға, оқшауландыруға арналған құрылғы. Яғни аты айтып тұрғанда изолировать, ортадан басқа ортадан бөліп алу дегенді білдіреді. Желілік оқшаулағыш электр беріліс әуе желісінің немесе әуе байланыс желісінің тіректерінде сымдар мен кабельдерді ілуге және оқшаулауға арналған құрылғы. Біз сіздерге айтып жүрміз, өткен сабақтарымызда да айтып жүрміз, изоляторлардың санына байланысты біз желімізді анықтай аламыз дедік. Изоляторлар мына жерлерде орнатылады. Өздеріңіз білесіздер, өткен сабақтарымызда изоляторлардың түрлері болады. Қосалқы станцияның электр жабдығын оқыған кезде изоляторлардың осындай түрлері болады деп айтып өттім. Шыныдан, фарфордан жасалады деп. Қазіргі уақытта, бұрынғы уақытта фарфордан жасалатын болды. Қазіргі уақытта мынандай шыны изоляторлар қолданылады деп айтып жүргеніміз естеріңізде. Бірақ изолятор не екеніне тоқталған жоқпыз. Просто изолятор туралы айтып өттік. Одан кейін тарату құрылғыларының станциялық және аппараттық оқшаулағыштары өзінің мақсаты мен конструкцияларына байланысты тіректік және өтпелі болып бөлінеді. Тіректік және өтпелі оқшаулағыштарда тіректік оқшаулағыштар ашық және жабық тарату құрылғылары мен аппараттардың шиналары мен тоқ өткізгіштерін бекіту үшін пайдаланылады. Яғни желілік шина менен біздің тоқ өтуші бөліктерімізді бекіту үшін қолданылады тіректік оқшаулағыштар. Тіректік оқшаулағыштар өткеніміз, мен суреттен көре аласыздар. Осы оқшаулағыштардың барлығы тіректік оқшаулағыштар. Одан кейінгі өтпелі оқшаулағыштар, яғни проходной изоляторы деп айттық. Проходной дегенімізден білесіңдер. Өтпелі оқшаулағыштар тоқ өткізгіштердің қабырғадан өтуі немесе трансформаторлардың, конденсаторлардың, ажыратқыштардың және басқа да аппараттардың металл бактарының ішіне кернеуді өткізу үшін қолданылады. Түрі көрініп тұрда өтпелі оқшаулағыштар. Яғни өтіп шығады, мұнан кіреді, мұнан шығады деген өтпелі оқшаулағыштар. Трансформаторлар, конденсаторлар, ажыратқыштар және басқа да аппараттардың металл бактарының ішінде кернеуді өткізу үшін қолданылады. Кіреді, шығады деп айттық, кіреді, шығады деген. Одан кейін 3 және 35 киловольт кернеуге ішкі орнатуға арналған тіректік оқшаулағыштар әдетте стерженьді типті орындалады. Олар фарфордан немесе металл арматурадан жасалады. Яғни 3 киловольттен 35 киловольттың арасындағы кернеулерде ішке орнатуға арналатын тіректер қолданылады. Ол 3 киловольт кернеуге тоқталатын болсақ, 3 пен 35 киловольт арасындағы кернеу кластарын тоқталатын болсақ, 3 киловольттық, 6 киловольттық, 10 киловольттық, 20 киловольттық және де 35 киловольттық кернеуге тіректік оқшаулағыштар қолданылады. Суреттен көре аласыздар, тіректік оқшаулағыштар. Бағана көрсеттік қой, ең басында міне. Тіректік оқшаулағыштар деп айттық. Мында суреттен көре аласыздар, міне тіректік оқшаулағыштар қолданылып тұрды. Мына жерде де көре аласыздар. Одан іші герметикаланған қуысы бар оқшаулағыштар шиналар мен дөңгелек немесе сопақ негіздерді бекітуге арналған бөлік түріндегі арматура цемент көмегімен бекітіледі. Міне мұнда көре аласыздар, мына суретте көрініп тұр. Бөлік түрінде дейді. Бұрынғы фарфордан жасалатын изоляторларды айттық. Юбчатый етек тәріздес, кішкентай қыздардың етек тәріздес болады дедік. Юбка сияқты болып болып келеді. Мынау бөрік тәріздес дейді. Бөрік түріндегі арматура мен цемент көмегімен фарфорға бекітіледі. Міне көріп тұрсыздар, фарфор изолятор. Мұнда уже шыны изолятор қолданылады. Міне фарфор оқшаулағыштар.
айтып жүрмін ғой, стакан деп, мына үйге кіре беріс желінің басында орнатылады да, 1000 вольттық желілерде қолданылады. Сыртқы орнатуға арналған стерженді тіректік оқшаулағыштар. Міне стержен, білесіңдер, ручканың ішінде стержен бар, сол сияқты стерженге ұқсас болып келіп жасалады. Сол стерженді тіректік оқшаулағыш деп аталады. Сондай-ақ ішкі қуысы бар стерженді тірек оқшаулағыштар қолданылады. Мұндай оқшаулағыштардың диаметрі тұтас стержендермен салыстырғанда үлкен, яғни олардың механикалық беріктігін қамтамасыз етеді. Алайда бұндай оқшаулағыштар ішкі қуыстарда разрядтары болуы мүмкін. Олардың алдын алу ішкі қуыстарды фарфор қалқалар көмегімен герметикаландырады, немесе компаунд құйылады. Ішкі қуысы бар стерженді тірек оқшаулағыштарға қарағанда диаметрі үлкен деп тұрды, яғни олардың механикалық беріктілігі жоғары болады. 330 киловольт және одан жоғары кернеуге оқшаулағыштың жеке колонкалары өте жоғары алынады және майысу үшін қажетті механикалық беріктікті қамтамасыз етеді. Міне суреттен көріп отырғандарыңыз 330 киловольтқа арналған тіректік оқшаулағыштар. Сондықтан бұл кернеуде 3 колонкадан тұратын конус тәріздес 3 тоқты ажыратқыш түріндегі тірек конструкциялар қолданылады. Суреттен көріп отырсыздар. Ию күшінде осындай конструкцияларда оқшаулағыштар тек июмен ғана емес, қысумен де жұмыс жасайды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.